Енді жігіттен сұраймыз, неге үйленбейсіңіз? Уақыт жоқ дейді. Қыздан сұраймыз, неге үйленбейсіңіз? Жігіт жоқ дейді. Сонда қалай? Мен дейді, жағдайымды жасап алайын, содан кейін үйленемін деген. Мысалы, жағдай жасау үшін астыға машина керек, басқа баспана керек, жаңағы үйдің ішін толтырып қою керек деген сияқты ғой. Бірақ айлық керек. Мықты қызметте болу керек деп. Иә. Десе, жоқ, жағдайым болмай тұрған кезде үйлендім. Неге? Өйткені жағдайым болмай тұрған кездегі қосылған жарың, ол саған мәңгілік болады. Неге десең, сен ол анадай күй нашар кезінде үйлендің. Ал енді жақсы кезінде үйленген қыз, ол саған емес, ана жақсы дүниеңе, жақсы жағдайыңа күйеуге тиюі мүмкін. Ал сенің жаңағы жақсы дүниең бар, бір күн кетіп қалса, сен тастап кетіп мүмкін ол. Өйткені ол саған емес, анаған тиді. Дүниеге тиді. Дүние біткенде ол да кетеді дейсің. Дүние біткенде ол да кетеді.